Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын керемет рецептпен бөлісемін. Осы нанды жасап көрсеңіз, дүкеннен нан сатып алмайтын боласыз. Алдымен ыдысымызға ыстықтау су, жылы сүт құямыз. Жақсылап араластырып, тұзымызды қосамыз. Тұзымызды жақсылап ерітіп аламыз. Содан кейін секерімізді саламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін үстіне сұйық майымызды құйып, дрожжымызды салып, яғни ашытқымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Ашытқымызды да араластырып алуды ұмытпаңыздар. Ұнымызды аз-аздан сала отырып, қамыр илейміз. Себебі біз бұл жерде сұйық май құйғандықтан жаңағы түйіршік тәрізді болып қалады. Соның барлығын бірінші түйіршігін кетіріп, содан кейін қалған ұндарды салып, қамыр илей береміз. Біздің қамырымыз өте қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа болып шығады. Қамырымыз жақсы көтерілу үшін оның алдымен июі қанып, жақсылап илену қажет. Көрсетілген мөлшерден артық су қоспаймыз. Толық грамдарын описание бөліміне жазып қалдырдым. Жақсылап қамырымызды илеп аламыз және июін қандырамыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Бетін орамалмен жауып, тағы да қақпағын жауып, 1 сағат көлемінде қалдырамыз жылы жерде. 1 сағат өтті, мінекей. Енді қамырымызды қайтадан бір басып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай. Жарты сағат көлеміне тағы да қоятын боламыз. Тағы да қамырымыз көтеріледі. Мінекей байқасаңыздар, қамырымыз өте әдемі болып көтерілді. Енді осы қамырымызды бөліп аламыз. Мен граммен бөлемін үнемі. Көз мөлшермен бөлсеңіздер де болады. Егер граммен өлшейтін болсаңыздар, әр зуаланы 400 грамнан бөліп аласыздар. Жақсылап дөңгелек пішін жасап аламыз. Яғни зуаланың дұрыс болуы да қамырдың әдемі, нанымыздың әдемі болып шығуына әсер етеді. Барлығын осындай көлемде алып бол дөңгелетіп аламыз зуаламызды. Бетін жауып қоямыз. Духовкамызды қыздыра бастаймыз. Қамырымыздың бір шетінен алып, жұдырықпен ортасын басып, 2 қолымызбенен ортасын, яғни жұқартамыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай. Осындай басқышымызбен ортасын басып аламыз. Жан-жағынан ортасына дейін жұмыртқаны жағып аламыз щетканың көмегімен. Енді лезвамен кесетін боламыз. Узор беру үшін. Ең соңында бетіне кунжут сеуіп, духовкамызға жіберіп аламыз. Мінекей біздің нанымыз пісті. Өте жұмсақ, иісі өте керемет болып шығады. Бірнеше күнге дейін өз жұмсақтығын сақтайды. Жасап көріңіздер, өз отбасы мүшелеріңізді қуантсаңыздар болады. Толықтай суытып аламыз. Қалған бөліктерінде дәл осы ретпен пісіріп аламыз. Мінекей біздің нандарымыз шықты. Өте әдемі әрі жұмсақ, иісі керемет болып шығады. Кунжут сепкендіктен сіздер де жасап көріңіздер. Егер қоятын сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне қалдырсаңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Сау болыңыздар.